Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай лаваштан өте оңай әрі дәмді таңғы ас дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керегі лаваш, сыр, сосиска. Лавашымызды осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз, дайындап. Лавашымызға алдымен сосискамызды, одан кейін қасына сырымызды салып, орап аламыз. Барлығын осылай жасап, алдын ала дайындап аламыз. Одан кейін осы екі жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы дайындаған лаваштарымызды жұмыртқамызға салып, қызып тұрған тапамызға екі жағын қызарып қуырып аламыз. Жай отта осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Піскеннен кейін өте жұмсақ әрі сыры созылып тұрады. Өте тез дайын болады, әрі дәмді. Бізде барлығы дайын болды. Сыры осылай ішінде созылып, әрі жұмсақ болып шығады. Рецептін осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.